Достар, баршаңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Бүгін видео осындай керемет, ерекше, әдемді, сүйкімді образ. Бұл қайдан десеңіздер, осында аккаунтын қалдырып кететін боламын. Сол жақтан кіріп, өздеріңізге де заказ берсеңіздер болады. Такая миленькая, да? Үйге қарай қайтып бара жатырмыз. Еще айтатын нәрсе, мен негізі осы уақытқа дейін бірде-бір рет батл ойнап көрмеппін мүлдем. Қазір көп адамдар ойнап жатыр ғой, сонымен маған да идеялар түсіп жатыр да, чоменде неге ойнамасқа дегендей. Ал кіммен ойнасам болады да, айтса қазір мына жерге қалдырып кетемін, сол жаққа жазыңыздар, кіммен ойнауға болады. Давайте күтем. Достар, көбісі түсінбей жатыр екен, барлығы менің личкама жіберіп жатыр да, қызыл жүректерді. Менің инстаграмма емес, мен деген стористе ссылка қалдырдым ғой, соған немесе менің осы инстаграм аккаунтымдағы профильде тұр, менің сол жердегі ссылкаға өтіп, ішіне кіріп, телеграм каналға кіріп, ішіне подписка жасап, сол жердегі менің жекеме жазыңыздар. Сол жерде мен барлықтарыңызға ответ қайтаратын боламын. Если честно, я в шоке. Менің не бар ғой, осы қалдырып кеттім ғой, ақботамен толық қалған бәрі ақбота деп. Енді мен ойнап көрмегем, енді бүгіннен бастаймыз. Бота, мен сені батылға шақырамын, вызовты қабыл ал. Көбісіне сенбей жатыр да, маған машина сен келмейсің, өтірік алдаватсың деп. Дай қысқа, мен міне қазір, короче, қалай түсіретінді мен білмеймін даже, мына жерге қойған ғой телефонды. мынаны қойшы, бетіңе қаратып. Короче, былай ғой. Білесіздер, мына блокнотты мен өзімнің туған күнімде Дана ханым подарить етті. Битбокс депші. И сол жерде мен негізі көп нәрсе жасаған болатын, бүгін бәрін айтсадым. И және де қазірде тағы да мен ренжіген адамдарыма, маған ауыр сөйлеген жандардың, өзіме жақын жандардың, ата-анамның, жігітімнің, ағамның барлық маған айтқан ауыр сөздері, жүрегіме жақын қабылдаған сөздерім, сол сөздер үшін жылаған нәрселерім, барлық өкініштерімді, сол есіме түскендерін бәрін осыны жаздым. Енді сол нәрсені жұтам. Көмектеседі еді ғой, көрекші, барлығын уже мен шығарып тастағым келеді. И ішімде ешкім ешқандай реніш қалмасын. Менің жаныма жақын адамдарым